Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша жон. Бүгін мен сіздерге 2022 жылғы революция бізге жақын атты драмалық киноны айтып беретін боламын. Фильм Адилабадтың орманды жерінен бір тайпадағы 12 жасар қыздың өте әсерлі әнімен басталады. Оның аты Молли және ол әдемі ханымның қолына павлин салып отырған еді. Айналадағы табиғат әдемі болып тұр, бірақ бір нәрсе бұл жерді бұзып тұрғандай көрінеді. Тайпадан шыққан адамдар кедей және бір нәрседен қорқып отыр еді. Ұлыбритания армиясының генералы пайда болған кезде, олардың қорқыныштары осы екенін білеміз. Генерал Скотт Бакстон әдеттегі аң аулауынан оралады, оларды көргенде бәрі қорқады. Тайпа халқы Ұлыбритания армиясы тайпаны басқарғысы келетінін айтуға келді деп ойлаған еді. Генералдың әйелі Катрина Моллиді өзімен бірге құл ретінде алып кетуді өтініп сұрайды. Генерал өзінің адамдарының біріне, қыздың анасы Лакиге біраз ақша төлеуді бұйырады. Аңқау тайпадағылар британдық генерал онымен не істемек болғанын түсінбейді. Олар Моллиді анасынан айырып әкетеді. Ал Локи не үшін оған ақша бергенін түсініп, қызының атын айтып шақырып, жылап отырады. Бір кезде армия көліктерін қуа бастайды, бірақ генерал Тиран оны өлтіруге бұйрық береді. Бірақ оқпен емес, өйткені қоңыр қоқыс ағылшын оғына лайық емес дейді. Сондықтан солдат оны қалың ағаш сәулемен ұрып жібереді. Фильмнің алғашқы 5 минуты оның өте қызықты екенін түсіну үшін жеткілікті. Келесі сахнада біз Делидің шетінде үндістер өздерінің жетекшісі Лачпаттың босатылуына наразылық білдіріп жатқанын көреміз. Қоғам ашулы және сөзге көнбейді. Олар Ұлыбритания армиясын өртегісі келеді және көшбасшыны босатуды талап етіп тұрады. Осы кезде біз британдық армия қатарындағы сарбаз, біздің басты кейіпкеріміз Раджамен кездесеміз. Біреу әскерилер жағына тас лақтырады, ал офицер сарбаздарға жаңа ғана тас лақтырған адамды әкелуге бұйрық береді. Раджа көтерілісшілер арасына кіріп кетеді. Біз оның бәрін ұрып жатқанын, оны ешкім тоқтата алмағанын көреміз. Адамдар оны сатқын деп айқайлай бастайды. Ал ол болса бүлікшіні тауып, оны офицер алдына әкеледі. Оның жауынгерлік шеберлігіне бәрі таң қала қарайды. Ол көпшілікпен қорықпай төбелесті, сондықтан оған барлығы мұқият қарап тұрып, көпшілігі тарап кетеді. Келесі көріністе Ұлыбритания сарайын көрсетеді. Онда сол тайпаның бұрынғы адамы Скоттқа анасынан алып кеткен қызды ата-анасына қайтару керек, әйтпесе тайпа адамдары қызды өздері тауып, кінәлілерден кек алуы мүмкін деп айтады. Тәкаппар британдық губернатор жай садақ атуды білетін тайпа адамы Ұлыбританияның қуатты императорына қауіп төндіре алмайтынын айтып мазақ етеді. Бхима атты жігіт тайпасының қамқоршысы, мықты батыр, қызды құтқару жолында келе жатады. Ол Делиге келіп, өзін Акти есімді мұсылман етіп көрсетеді. Ол механик болып жұмыс істейді, және мұсылман отбасына оны өзінің отбасы мүшесі ретінде қарайды. Моллиді құтқаруға мұқият жоспар жасап, дайындалып жүреді. Катрина бастаған офицерлер мен әкімшілердің кездесуінде императорға қауіп төндіретіндерден қалай құтылу керектігі туралы ақылдасады. Катрина бұл қауіпті жойған адамның дәрежесі көтеріледі деп жариялайды. Раджа арнайы офицер болғысы келетіндіктен өзінің кандидатурасын ұсынады. Ол ұсынысты Екатерина қабыл алады. Жаңа міндетін бастаған Раджа мен оның ағасы өздерінің олжаларын ұстау үшін тәуелсіздікті қолдау шараларына барады. Раджа өзін көрсетіп, барлығын Скотты өлтіруге шақырады. Сол кезде Бхиманың көмекшісі Лачу Раджаға олардың мақсаттары сәйкес келгендіктен оларға қосылуын сұрайды. Ол Раджаның тұзағына түсіп қалды, бірақ оның нақты жеке басын білгеннен кейін ол қашып кетеді және Раджа туралы Бхимаға айтып береді. Олар бір уақытта апат болған көпірдің жанында болып қалады, және олар бірге қосылып, баланы құтқарып қалады. Олар осы күннен кейін дос болып кетеді, бірақ бір-біріне өздері туралы ештеңе айтпайды. Содан кейін екеуі бірін-бірі жақсырақ танып, уақыт өте келе олардың достығы күн сайын тереңдей түседі. Радужа ақылды, сүйкімді және ең бастысы, ол британдық мәдениет пен тілді біледі. Раджа Бхимаға губернатор Скоттың жиені Дженнимен таныстырады. Бхима Дженнидің шақыруымен губернатордың сарайына барады. Онда ол Моллиді көреді. Ол оны құтқаруға уәде береді. Қыз Бхиманы ұнатып қалады және оны өздерінің кешіне шақырады. Ол Раджамен бірге билеп, кештен кейін көңіл көтереді. Дженни оған үйінде кофе ішуге ұсыныс жасайды. Дженнидің үйі Скоттың резиденциясы болып шығады. Дженни оған Скоттың Лондонда екенін және 2 күннен кейін қайтып оралатынын, содан кейін олар қызықты мереке өткізетінін хабарлайды. Бхима ыңғайлы уақыт тауып Моллимен кездеседі. Олар қатты жылайды. Ал қыз оны өзімен бірге алып кетуін өтінеді. Бірақ қазір ол дәрменсіз еді. Ол қайтып оралуға уәде беріп кетіп қалады. Бір күні Раджа Лачудың тұратын жерін тауып, оны ұстап алады. Ол Лачудан серіктесі туралы сұрайды. Осы кезде бізге Раджаның естелігін көрсетеді. Ол да тайпадан шыққан және оның сүйіктісі бар. Оның бүкіл тайпасы оны бірнеше жыл бойы қайтып келуін күтіп жүргенін білеміз.
Жауап алу кезінде Лачу улы жыланды ұстап алып, Раджаға лақтырып жібереді. Лачу уды қайтару тек өз тайпасына ғана белгілі екенін айтады. Бұл жыланның уы 1 сағаттың ішінде тарап, ол өлетінін айтады. Раджа әлсіз күйде Бхимамен кездеседі. Ол өз тайпасының рецепті бойынша дәрі жасап, оны құтқарып қалады. Осыдан кейін Бхима оған өзі туралы және өзінің миссиясы туралы айтып береді. Бірақ досы офицер екенін білмейтін еді. Бхима кеткеннен кейін Раджа өзінің жауымен дос болып жүргенін ойлап, жылай бастайды. Уақыт өте келе Бхима жабайы жануарларға толы жүк көлігімен Скоттың сарайына баса көктеп кіреді. Ол Ұлыбритания әскерлеріне шабуыл жасау үшін орманнан жануарларды ұстаған екен. Ол жиналған қонақтар арасында дүрбелең тудырды. Жануарлар бәріне шабуыл жасап, Бхима Молиді босатып алады. Алайда Раджа оны полиция қызметкері ретінде тоқтатады. Бхима оны ұстамауын айтады, бірақ Раджа оған қарсы шығып, оны қамауға алады. Бхиманы ұстаған үшін Раджаны арнайы офицер дәрежесіне көтереді, ал Бхиманың өзі қамшымен жазаланатын болып шешіледі. Көрініс Раджаның балалық шағын оралады. Оның әкесі Рамараджу бүлік шығарып, британдықтарға қарсы күресте өз өмірін құрбан еткен екен. Көріністе Раджа әкесі Рамараджуға шабуылға қатысқандардың барлығына қару әкеліп беремін деп уәде бергенін көреміз. Скотт Раджаға Бхиманы халық алдында жазалауды бұйырады. Губернатор Бхимаға тізерлеп отырса, оған мейірімділік көрсететінін айтады, бірақ Бхима қамшымен қатты ұрылғанына қарамастан ұсынысын қабылдамайды. Бхиманың әні халықты бүлікке шабыттандырады, ал ағылшындар Бхиманы тез ол жерден алып кетіп қалады. Раджа тәуелсіздік үшін тек қару емес, көп нәрсе қажет екенін түсінеді. Бхима бұл адамдарды өз рухымен шабыттандырушы қабілетті жанартау екеніне көзі жетеді. Раджа өзінің іс-әрекеті үшін өзін кінәлап, енді Бхима мен Молидің құтқаруды бірінші орынға қояды. Бхиманы құтқаруға жоспар ойластырып, ол Скоттан Бхиманы қала шетінде, бірақ Молидің көз алдында өлім жазасына кесуді сұрайды. Алайда Скотт бұл қулықты біліп қойып, Раджаны жаралайды. Бхима күзетшілерден қашып кетеді, ал Раджа Молиді құтқару үшін күзетшілерді өлтіріп тастайды. Раджаның жоспарын түсінбей, Бхима оны ұрып Молимен бірге қашып кетеді. Бірнеше айдан кейін Бхима және оның адамдары Хатрада жасырынып жүреді. Бір күні британдық әскерлер сол жерге келеді. Ағылшындар Бхиманы ұстауына кішкене қалғанда, кездейсоқ жақын жерде болған Раджаның сүйіктісі Сита сарбаздарды бұл жерде жаман ауру жүріп жатқанын айтып қорқытып жібереді. Ол Бхиманы құтқарып, Раджаны ағылшындарға қарсы шыққан үшін өлім жазасына кесілгенін айтады. Бхима өзінің жасағанына өкініп, Ситаға Раджаны құтқарып алып келуге уәде береді. Бхима жеңіне берген сызбаны пайдаланып казармаға жасырынып кіреді. Ол Раджаны түрмеден босатып, оны иығына салып алады, өйткені ол жүре алмай жатқан еді. Олар бірге сарбаздармен соғысып қашып кетеді. Бхима Раджаны емдегеннен кейін, оларға орманда британдықтардың отряды шабуыл жасайды. Олар садақ пен жебені алып, ұрыс басталады. Олар сарбаздармен соғысып, губернатордың сарайына бет алады. Олар жанып тұрған мотоциклді қару-жарақ толы бөлмеге бағыттап жібереді, және ғимарат жарылып кетеді. Бхима қаруды алып, Раджаға жеткізіп береді. Губернатордың әйелі Катрина осы соғыста қайтыс болады, ал губернатор Скотты Раджа мен Бхима өлтіреді. Олар Сита, Дженни, Моли және басқалармен қайта қауышады. Раджа өз ауылына оралып, уәде еткендей бәріне қару-жарақ таратады, ал Бхима Молиді ата-анасына өз ауылына апарады. Осы жерден кино бітеді. Видео ұнаған болса арнаға жазылып, лайк басып, өзі ойларыңызды комментарияға қалдыруларыңызды сұраймын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.